Сәлем, бүгін осындай шоколадты тортты пломбир креммен жасап көреміз. Енді бізге нелер қажет болады? Ол бізде жұмыртқа, ұн, разрыхлитель, какао, қант және кішкене су қажет болады. Алдымен жұмыртқаларды жарып шығамын. Оның үстіне қант қосамыз. Екеуін бірге миксерде жақсылап көпіргенге дейін араластырамын. Осылай көпіріп шықты қант пен жұмыртқа. Енді біз құрғақ заттарымызды барлығын бірге бөлек ыдыста араластырып аламыз. Араласқан жұмыртқа мен қантқа мен құрғақ заттарды қостым, венчикпен жақсылап араластырып алдым және диаметрі 20 сантиметрлік кольцоның астына пергамент төсеп құйдым және оны біз 20-30 минут аралығында 180 градуста пісіріп аламыз. Келесі кезекте біз крем жасайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаны, қантты, крахмалды бірге араластырып аламын. Барлығы бір қалыпқа келгеннен кейін үстінен сүтті және суды құйып жіберемін. Осылай біз темір ыдысқа құйып, баяу отта қайнататын болам. Біздің креміміз кішкене қоюланған соң тағы да 2 минут оттың үстінде ұстаймын. Сосын оттан алып, бөлек бір ыдысқа құйып, бетін жауып, тоңазытқышқа жіберемін. Менің коржым осылай пісіп шықты. Енді бұл коржды пергаменттен ажыратып, 3 бөлікке бөлемін. Енді біздің креміміз әлі аяқталған жоқ. Оны аяқтау үшін сары майды кухонный комбайнға қойып араластыра бастаймын. Үстінен біртіндеп жаңағы отта қайнатқан кремімізді салып, барлығын жақсылап қоюланғанға дейін араластырамын. Менде крем осылай шықты. Енді тортты құрастырамыз. Тортты құрастыру үшін менде раздвижное кольцо, астында поворотный столик және торттың астында подложка. Тортты құрастырып болып, тоңазытқышқа кемінде 2 сағатқа жібереміз. Тортты мен 2 сағаттан кейін тоңазытқыштан алдым. Крем барлығы коржға жақсы сіңген. Енді осының үстінен біз шоколад құятын боламыз. Менде мұнда 50 грамм Қазақстан шоколады және 50 грамм 33% сливки. Ерітіп, үстінен құйып шығамын. Торт осымен дайын болды. Торттың бетін өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Менде мұнда бетінде мастикадан осындай қар түріндегі фигуралар, сол арқылы әрледім. Ал сіздер кез келген жеміс-жидек қойсаңыздар болады, немесе осындай фигураларды жасап әрлесеңіздер болады. Мен бетіне арахис септім және мұздатылған брусника қойып шықтым. Осылай брусника немесе мұздатылған малина қойып әрлесеңіздер болады. Енді кесіп ішін көретін боламыз. Сонымен біздің тортымыз дайын. Менің рецептім сізге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.